Сәлем оқушы достарым, бүгін бізде 81-ші сабақ жұрнақ пен жалғау. Жұрнақ пен жалғауды ажыратуды үйренеміз. 72-ші жаттығу тақырыбына қарап нұсқаулық мазмұнын болжа және түсініп оқы дейді. Денің сау болсын десең. Яғни деніміз сау болу үшін не істеуіміз керек? Сол жайында болуы мүмкін. Оқып көрейік. Үйге таза ауа көп кірсін. Күннің сәулесі шуағы түсіп тұрсын. Сау болу үшін таза ауа, күннің шуағы керек екенін ұмытпа. Тұла бойыңды, ең болмағанда мойныңды, көкірегіңді, арқаңды күнде салқын сумен жуып жүр. Жылы мезгілде суға көбірек шомыл. Өзіңді, тамағыңды таза ұста. Ішкен жеген сайын аузыңды тазалап шай. Аузыңды таза ұстасаң, тіс ауруының көбінен құтыласың. Таза ауада, сыртта көбірек серуенде. Өте жылы киінбе, басыңа жеңілдеу нәрсе ки. Денеңді тар киім мен белбеумен түрлі баумен байлап қыспа. Аяқ киіміңнің өкшесі жалпақ, аласа болсын. Биік өкше өте зиянды. Киімің әсіресе шұлығың суланса тез арада шешіп тастап құрғақ киім ки дейді. Енді осы автордың айтқысы келген негізгі ойын тап дейді. Автор айтқысы келген негізгі ой денсаулықты сақтау үшін таза ауа, тазалық сақтап дұрыс киіну керек екендігі жайлы айтқан екен. Өзің осы айтылғандарды орындап жүрсің бе дейді. Көпшілігін орындаймыз, бірақ арасында ұмытып кететін кездеріміз де болады. Сол үшін, яғни денсаулығымыз үшін барлығын орындауға талпынамын деп талпынып жүруіміз керек екен. Нұсқаулықтың бірінші бөлігін көшіріп жазып, заттың атын білдіретін сөздерді сөз құрамына қарай талда. Мінеки бірінші бөлігі: үйге таза ауа көп кірсін, күннің сәулесі шуағы түсіп тұрсын. Сау болу үшін таза ауа, күннің шуағы керек екенін ұмытпа. Бұл жердегі зат есім үйге, түбірі үйге деген жалғау. Ауа, бұл түбір сөз. Күннің, күн түбірі нің деген жалғау. Сәулесі, сәуле түбірі с деген жалғау. Шуағы, шуақ түбірі жалғау. Ауа деген бізде түбір сөз. Күннің дегенді жаңа айттық. Шуағы дегенді осылай түбір сөзін бөлек, жалғауды бөлек осылай сызып көрсетіп қоямыз. Өзінің белгілеу сызбасымен осылай белгілеп үстінен көрсетіп қойсақ болады. Осыны көшіріп жазып аламыз. Төртінші бөлікті басшылыққа алып, тазалықты сақта тақырыбында нұсқаулық құрастырып көр дейді. Тазалықты сақта. Бірінші, қолыңды жиі жу. Тамақтанғаннан соң тісті тазалап тұр. Ауызды шайып тұру керек және тісті күніне 2 уақыт тазалау керек. Киіміңді, төсек орныңды, бөлмеңді таза ұста. Жеміс жидектерді жуып же. Тырнақты өсірмей уақытымен алып тұр. Өйткені тырнақтың астында тазалық болмайды екен. Өскен тырнақтың астында. Келесі 73-ші жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Жан дүнием ізгіліктен жаралған, жүрегімнен күн шуағы таралған. Адамдарды ардақ тұтып аялап, тек жақсылық жасай беру бар арман дейді. Авторы Абдрахман Асылбек. Енді қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына қарай талда дейді. Осыны көшіріп жазып аламыз, содан былай талдаймыз. Қарамен жазылған сөз ізгіліктен. Түбірі ізгі, лік деген жұрнақ, тен деген жалғау. Жүрегімнен. Түбірі жүрек, деген жалғау, нен дегенде жалғау болады. Адамдарды дегенде адам түбірі, дар деген көптік жалғауы, деген септік жалғауы болады. Осылай сызып көрсетіп қоямыз. 74-ші жаттығу берілген сөздерге жұрнақ пен жалғауды қатарынан жалғап жаз. Яғни сөздерге жұрнақ пен жалғауды қайсын бұрын жалғадың? Өзің осыдан қорытынды жасап көр, жасаған қорытындыңды төмендегі ережемен салыстыр дейді. Мінеки мына сөздерге жұрнақ пен жалғау жалғаймыз. Таза лық деген жұрнақ, деген жалғау. Тазалықты деген сөз шықты. Біл дегенге деген жұрнақ, деген жалғау. Білімге деген сөз шықты. Дойбы деген сөзге деген жұрнақ, лар деген жалғау жалғаймыз. Дойбышылар деген сөз болады. Жаңа дегенге лық деген жұрнақ, деген жалғау жалғасақ, жаңалықты деген сөз шығады екен. Осылай жазып, сызбамен осылай көрсетіп қоямыз. Енді ережені оқып көрейік. Түбір сөзге жұрнақ та жалғау да жалғана береді. Алдымен жұрнақ, содан соң жалғау жалғанады. Біз де дәл солай жасадық. Мысалға хоккей, шіге. Хоккей, шінің. Хоккей, шы, мен. Яғни шы деген жұрнақ, мен деген жалғау. Меніңге дегенде.
Жүзгіштер дегенде жүз деген түбірі, гіш жұрнақ, тер жалғау болады. Осы ережені есте сақтап алайық. Шығармашылық үзіліс 75-ші жаттығу деніңнің сау болуы өзіңе байланысты тақырыбындағы пікір таласқа қатыс. Ол үшін төмендегі талаптарды басшылыққа ал. Өз пікіріңе нақты дәлел келтір. Пікіріңнің дұрыстығына басқаларды сендіре біл дейді. Яғни біз өзіміздің деніміздің сау болуы өзіңе байланысты деген, мысалға деніңнің сау болуы өзімізге байланысты. Өйткені жеке басымыздың тазалығына өзіміз қараймыз, иә. Мысалға тіс тазалау, жуыну, таза, жылы киіну сияқты. Дұрыс таза тамақтану да өз таңдауымызға қарай болады екен. Таза ауада серуендеп, бөлме тазалығын сақтай алатын да өзімізбіз. Осының барлығы денсаулығымызға тікелей әсер етеді, иә. Осылай айтып пікір таласқа қатысып көрсек болады екен. Біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.